Ақсай қаласының номер 2 жалпы орта білім беретін мектебі, білім беру ұйымдары, эксперименттік алаңдары арасында болашақты бірге таңдаймыз атты онлайн эстафетасын бастайды. Отанымыздың көркеюі әркімнің цифрлық Қазақстан бағдарламасын игеруіне байланысты деп елбасымыз атап өткендей, мектебіміздің жұмысын цифрландыруға көшкен болатынбыз. Қазіргі қашықтықтан оқыту кезінде де мектеп өз жұмысын сәтті жалғастыруда. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға қарамастан, IT сыныптарының жетекшісі Хаймолдин Тұрлыбек Жанболатович онлайн режимінде жұмыстануда. Қазіргі уақытта 3D модельдеу бағдарламалары, компьютерлік графика және анимация, авиация, машина жасау, сәулет, құрылыс, медицина және тағы да басқа. 3D модельдеу мамандары өз білімі мен дағдыларын интерьер дизайны мен сәулет жобаларын визуализациялау, теледидарлар, компьютерлік графика және арнайы эффектілер, жарнамалық және танымал ғылыми жобалар дайындау, компьютерлік анимация, компьютерлік ойындар және тағы да басқа үшін қолдана алады. 3 өлшемді модельдеуге байланысты мамандықтар өте пайдалы және қызықты. Маған 3D графика саласында өте ұнайды. 3D графика саласымен әртүрлі мамандықтар тығыз байланысты. Соның ішінде 3D модельер, визуализатор, текстурның дизайнері, аниматор, сәулетші және де тағы да басқа мамандармен байланысты. Мен Исполжанғали IT сыныбында оқимын. Болашағымды осы саламен байланыстырғым келеді. 3D модельдеу менің ең сүйікті хоббилерімнің бірі. Болашақ мамандық таңдағанда ол шешуші рөл атқарады. Қазіргі уақытта мен өзім болашақ елінің жобасының жұмысындамын. Эксперимент алаңын ұйымдастырушыларға және мектебіміздің мұғалімдеріне балаларымыздың болашақ мамандықтарымен анықтауға мүмкіндік бергендері үшін алғысымды айтамын. Мы молодые, сильные, здоровые. У нас мечты, идеи, мысли новые. IT-профессии мы вместе выбираем. Ведь будущее в них мы точно знаем. Шыңғырлау ауданы Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің шипагер медициналық сыныбына болашақты бірге таңдаймыз атты онлайн эстафетаны жолдаймыз.